Биыл тағы да 1000 алматылық баспаналы болады. 35 жасқа дейінгі әр саланың мамандары үшін оңтайлы Алматы жастары бағдарламасына құжат қабылдау ертеңнен басталады. 18 мамыр мен 1 маусым аралығында жеңілдетілген тұрғын үй несиесін алуға үміттілер Алматы жастары сайтына өтініш пен құжатын жүктеу қажет. Қала қазынасынан бұл жолы 18 миллиард теңге бөлініп отыр, яғни байқаудан өткен 1000 адамның әр қайсысына банк 18 миллион теңгеге дейін береді. Жылдық мөлшерлемесі 5%, ал бастапқы жарна 10%. 8 санаттағы мамандық бойынша өтініш қабылданады. Қазір қызметінде кемі жарты жыл жұмыс істеуі тиіс. Айта кетейік, ең төменгі пайызбен баспана берілетін Алматы жастары бағдарламасы 2020 жылы басталған еді. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, бұл бағдарламаға қатысушылардың Алматы қаласында тіркеуі міндет емес. Міндеттерінің бірі осы Алматы қаласында 6 айдан астам жұмыс жасау. Бағдарламаға сәйкестігіне тексерілетін болады. Тексеріліп болғаннан кейін ұпай сандары бойынша жаңағы ең алғашқыларына өзінің жеке кабинеттеріне жолдама түсірілетін болады. Сол жолдамамен сол азаматтар банкке жүгінуге мүмкіндіктері бар.